Біріккен Араб Эмираты жөнінде қызықты мәліметтер. Халқы 10 миллионға жуық. Орташа жалақы: мұнайшы 3 миллион теңге, дәрігер 900 мың теңге, мұғалім 900 мың теңге, пенсия 700 мың теңге. Ең жоғарғы айлықтар тек өз азаматтарына тиесілі. Шетелдіктерге мұндай айлық жоқ. Ал азаматтық алуға заң бойынша 75 жыл керек. Арабтар 1980 жылға дейін құм даланың көшпенді бедуиндері болды. Оларда мұнай дәуірі 1980 жылдан басталады. Араб Эмираты мұнай өндіруден 7-ші орында тұр. Мемлекет жылына 70 миллион тонна мұнай өндіреді. Соның ішінде Дубайдың үлесі 10 миллион тонна. Барлығымыз араб шейхтарының өте бай тұратынын білеміз. Бірақ араб елінің үйлену тоймен танысу, ажырасу жағына келгенде өзге елдерге көп ұқсай бермейтін ерекшеліктері бар. Жігіттің көзіне түскен қалыңдық күйеу жігіті ұнамай жатса, одан бас тартуға құқы. Бірақ отбасы құрулары туралы соңғы шешімді күйеу жігіттің отбасы қабылдайды. Араб қыздары арасында еуропалықтарға тұрмысқа шығатындар өте сирек кездеседі. Себебі ондай қыздарды елден шығарып тастайды. Оларда ер адамдар Еуропа қыздарына үйлене береді, бірақ некенің пайдасы тек күйеу жігітке ғана тиімді. Мұндай некеде әйел адам азаматтық алмайды, ал балалар болса келермен қалады. Үйлену тойы араб тойының міндетті элементінің бірі үйлену келісім шарты. Қалыңдықтың орнына шартқа оның ең жақын екі туысы қол қояды. Келісім шарт жасалған соң той салтанаты 1 жыл ішінде болуы тиіс. Тойға дейін күйеу жігіт қалыңдығымен тек туыстарының көзінше ғана көрісе алады. Исламда 4 әйел алуға рұқсат болғанмен, әр арабтың 2-3-тен әйелі бар деп айта алмайсыз. 4 әйелді жағдайы бар, өте ауқатты тұратын шейхтар ғана алады. Әр әйелге бөлек сарай, жеке көлікпен қызметшілер бөлінеді. Ер адамның айлығы әйелдерінің бәрін теңдей бөлінуі тиіс. Араб Эмиратында көмір, уран, темір, мыс, алюмин және тағы басқа Менделеев таблицасындағы металдар кездеспейді. Жері құмды, бидай, көкөніс кеп, және бастысы тұщы су өте аз. Бірақ мемлекет тек мұнай газ есебімен ғана 20 жыл ішінде көтерілді. Бұл мұсылман елінде көптеген тыйым салынған фактілер бар. Сіз алкогольді іше алмайсыз және тасымалдай алмайсыз, үкіметтік ғимараттарды, тіпті кейбір көрікті жерлерді, сондай ақ әйелдерді суретке түсіре алмайсыз, көшеге қоқыс тастай алмайсыз және автостоппен жүре алмайсыз. Алтыны ең танымал тауарлардың бірі. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әр азамат жылына кемінде 38 грамм осы металды сатып алады. Жергілікті дәстүр бойынша үйлену туралы ұсыныс кезінде күйеу жігіт қалыңдыққа 1-5 келі алтын беруге міндетті. Ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.